Сәлем достар, бүгін мен оны аз 80% алмадан тұратын осындай алмалы бәлішті жасадым. Кеттік. Алдымен 3 жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырамыз. Одан кейін еріген сары майымызды, сүтімізді қосып, барлығын осындай венчикпен араластырамыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Қарапайым венчикпен немесе вилкамен де араластырсаңыз болады. Енді оған ұнымызды, ванилинімізді және де қопсытқышымызды қосып, сұйықтау қамырымызды жасаймыз. Мінеке біздің қамырымыздың консистенциясы осындай болып шығады. Енді алмаларымызды осылай жұп-жұқа етіп турап, біздің формамызға салып, 180 градуста пешімізді 10 минут жақсылап қыздырып аламыз. Силиконды қасықпен осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай кекстің арналған ыдысына пергамент қағазын төсеп, әдемілетіп біздің бәлішімізді құямыз. 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Мінеке достар, бәлішіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, әртүрлі ең бастысы сенімді рецептермен таныс болыңыздар. Ас болсын, сіздермен бірге болған Гаухар.